Жұмыртқасыз, сары майсыз дайын болатын сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Тез дайын болады, әрі өте жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге жылы су мен сүт қажет болады. Сүт пен жылы сумен араластырып алдым. Үстіне дрожж, тұз, шекер қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне 2 ас қасық ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қоямыз. Біздің қоспамыз кішкене беті көпіршіктеніп, көпіру керек, содан кейін барып ашытатын боламыз. Жылы жерге болу керек, 15 минуттай тұрады. Міне қараңыздар, осындай болып шығады, беті көпіршік болып. Көтерілгеннен кейін үстіне сұйық май қосып, ұнды алдын ала дайындап қойған ұнды осылай араластырып отырып, қоюланғанша жасаймыз. Қамырымызды илейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы керек, қолға жабыспайтын. Қыздар, дәл осы видеоның астында көптеген тағам түрлерін, салат түрлерін көре аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз міне дайын болып қалды. Қолға жабыспайтын осындай әдемі қамыр шығады. Қараңыздар. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, 40 минутқа жылы жерге қоямыз. Уақыт өткеннен кейін дәл осындай әдемі болып көтерілген қамыр шығады. Астына кішкене сұйық май құйып, қамырымызды жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жайып қажет емес. Осындай орташа қылып жаямыз. Қазір барлығын кесетін боламыз. Осындай бізге сосиска қажет болады, 10 дана. Осындай Рокс фирмасының сосискаларын аламын. Сыртын ашып тазалап алдым. Енді қамырымызды кесеміз. 10 дана қылып кесеміз. Арасы 3 см болуы керек. Әр қамырымыз шұжықтарымызды шетінен бастап, дәл осылай бір-біріне тиетіндей етіп орап шығамыз. Қамырды өте қатты жұқа қылып қажет емес. Қазір біздің қамырымыз көтерілетін болады. Міне дәл осылай әдемі етіп жасап шықтық. Соңғысында дәл осылай жасап, противенге пергамент қағазын жайып, барлығын осылай қойып шығамыз. Бетін жауып, расстойкаға қоямыз. 10-15 минуттай тұруы керек, қамырымыз кішкене көтеріледі. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт құйып, жақсылап барлығын араластырып, сосисканың үстіне жағып шығатын боламыз. Бетіне қара күнжіт немесе ақ күнжіт сеуіп, 180 градуста 30 минуттай сарғайғанша пісіріп аламыз. Дайын болды. Міне қыздар, қараңыздар, өте әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады, әрі жұмыртқаны да, сары майды да қажет етпейтін ерекше болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.